Қайырлы күн қыздар. Біз бүгін сіздермен осындай мега шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай 2 ыдыс дайындап аламыз. Және де сол 2 ыдысымызға сүтімізді бөліп құямыз. Одан соң оған екеуіне де қант саламыз. Бұдан кейін осы 2 жаңағы сүт құйылған ыдысымызға екеуіне де осылай какао салатын боламыз. Енді оның біреуіне 2 жұмыртқаны саламыз, ал екіншісін ары қарай ала тұрамыз. Бұдан кейін оған ванилин, разрыхлитель және де ұнымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Миксермен 1 келкі қоймалжың масса болғанша араластырамыз. Содан соң оған сұйық майымызды құятын боламыз. Және тағы да араластырамыз. Яғни біздің сұйық майымызбен жаңағы массамыз бірігуі қажет. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Осы уақытта алдын ала 180 градусқа пешімізді қыздырып қоямыз. Мендегі форма 15-15 диаметрлі, яғни кішкентай форма. Осыған сұйық майды жағып, астына ұн себетін боламыз. Содан соң біздің жаңағы қоймалжың қамырымызды құйып, пешке жібереміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан нақты уақытын енді өздеріңіз қарайсыздар, яғни шпажканың ағаш таяқшаның көмегімен піскенін көреміз. Мен 180 градуста 35 минут пісіріп алдым конвекция режимімен. Енді біз жаңағы алдыңғы сүт, какао және қант қосылған сұйықтығымызды жақсылап араластырып аламыз. Және де біздің қазір міне мына піскен пирогымыздың бетіне осы сүтті массамызды құямыз, бетіне толықтай жағып, жаңағы пешімізді өшіріп, соның ішіне 4-5 сағатқа қалдырамыз. Яғни біздің осы сироп деп айтуға бола ма, жаңағы сүтті сұйықтығымыз жақсылап сіңуі қажет. Жаңағы пештің ыстығымен пешті өшіріп қоямыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға өте бюджетті вариант. Ас болсын. Сіздермен болған мен Әсел.